Бәріне сәлем, бұл кино әңгіме Аватар су жолының барлық кинолаптары. Цилиндрлік шыныда шағылысу екесе көп жағына созылу керек. Таңқаларлық жаңалық. Бүкіл бірінші фильмде Коричтің кішкентай ұлы жүгіріп жүргені белгілі болды. Ол ешқашан айтылмаған немесе көрсетілмеген, өйткені олар тек осы фильм үшін ойлап тапқан. Бұл әсіресе сүйкімді көрінеді. Сүйікті әке өзінің сәбиімен бірге базаны өз уақытында Пандораның атмосферасымен қалай улағанын еске түсірсек. Егер адамдарда естеліктерді көшіру және тасымалдау технологиясы болса, неге бірінші фильмде Паркер жергілікті тұрғындардың сол технология туралы хабарламасына жауап ретінде «Сен нешегесің?» деп сұрайды. Ол үшін бұл әдеттегі нәрсе болу керек. Неліктен жер бетінде бұл керемет болды. Адамдардың қорғаныс жүйесі толығымен қоқыс. Олар жергілікті тұрғындардан таяқ жеді. Олар қаншалықты агрессивті екенін жақсы біледі және пойыздарды әуе кеңістігін сканерлеу жүйесімен зымырандармен жабдықтай алмады ма? Иә, бұл көк ұшқыштардың бәрі жақындаған кезде жерге құлап кетуі керек еді. Неге бүкіл маршрут бақылау жүйесімен, қозғалыс датчиктермен, автоматты пулеметтермен, жарылғыш заттарды анықтау құрылғыларымен жабдықталмаған? Әлі күнге дейін бір жебемен құлаған ұшақтың брондалған шынылары қайда? Адамзаттың көрші жұлдыздарға ұшуға мүмкіндігі және технологиялары бар, бірақ жабайы батыс әдістерімен әлі де жеңуге болады ма? Және егер адамдар партизандардың қаруды үнемі ұрлайтынын білсе, оларға көтерілісшілерді дереу анықтауға және оларды зымыранмен жоюға мүмкіндік беретін трекерлерді енгізуге не кедергі? Олар тіпті пауықтың маскасына ұқсас нәрсені енгізген. Планета кеменің артында тұрғандай айнада шағылысады, бірақ іс жүзінде ол жанында орналасқан. Басында жасанды гравитациясы бар бөлік бірдей жылдамдықпен айналады. Содан кейін қандай да бір себептермен кем дегенде 2 есе жылдам айналады. Ты его не остановил. Ол оны қалай аспанда тоқтата алады? Ол оны қолымен ұстап алу керек пе еді? Я бы покончила с собой. Глотнула бы кислоты. Кири әкесі норм деп ойлағанда оған жеркенішті болады, бірақ оны нес, ол соншалықты неге жаман екенін түсініксіз. Неліктен базадағы адамдарға бұл үлкен грушалар қажет? Олар бұл жерде экзоскелеттермен бокс матчтарын өткізеді ме? Магнитопойыздың апатқа ұшыраған жердің жақын маңдағы ағаштарда ілулі тұрған бақылау камералары түсіріп алған. Ал шайқас барысын Нави саусағымен тигізбейтін белгісіз кәсіби оператор мұқият түсіруде. Мы подумали, что ваша синяя группа будет принята за своих. Иә, мұндай шаш үлгілермен, киімдермен және тілді білумен оларды өздерінің адамдары деп қабылдайды. Алайда бүкіл ұжым жергілікті тұрғындарға сіңіп кету жоспарын бірден ұмытады және фильмнің соңына дейін олар оны ешқашан есіне алмайды. Коричтің костюмдегі камераның драмалық масштабтауды қай кезде қосу керектігін өзі біледі. Қанқаларда 15 жылдан кейін төменгі жақ бас сүйегіне бекітілмейді. Ауа райының кереметтері, ашық аспан, жарық күн, тұтылу болған кезде қараңғылықпен бірге жаңбыр бірден қосылады. Сонымен бірге қараңғыда, жаңбырда түсініксіз проектор аспаннан жарқырағанды ұнатады. Бәрі көрініп тұру үшін. Оқытылған морпехтер әрқайсысы алғашқы мүмкіндікте балаларды елікпен жіберіп алады. Сендерге аздап түстеу керек, болғаны сол. Сендер қашып кете аласыңдар. Бәлкім қауырсынды азырақ сүреттеуге тұрарлық. Кейіпкерді жау тікелей нысанаға алған кезде соңғы сәтте құтқарылды. Барлы осы соңғы секундтық құтқаруларды қажетінше қайталауға болады. Олардың саны көп болмайды. Және тіпті осы дауыл оқтарынан кейін соққылар саны дәл нөлге тең болатынына күмәнданбаңыз. Бірақ кейбір кейіпкерлердің айырмашылығы олар әрине өте дәлдікпен жарқырайды. Тікұшақтың астында 7 сарбаз қону нүктесіне дейін жүгіреді. Қандай да бір себептермен арқанға біреу кем көтеріледі. Жаңа тапсырма бойынша тағы 7 болады. Жарық кейіпкердің көзіне кездейсоқ түсуді жақсы көреді. Ты не можешь об этом просить. Ал Нейтири неге акцентпен сөйлейді? Ол күйеуімен өз тілінде емес, ағылшын тілінде сөйлесе ме? Адам базасында тәуелділікпен жауап алу үшін бір зат бар, бірақ бұл жерде колонизаторларды азаптау керек болса. Жыбылықтайтын шамдар мұрнынан қан кетуді тудырады. Дауыл кезінде ұшудың ең қауіпсіз траекториясы судың дәл үстінде. Сондықтан біз тек жақсы ауа райында жоғары ұшамыз. Егер Джек қарама-қарсы жарты шарға ұшуды ойласа, бұл фильмнің бүкіл сюжеті тозаққа кетер еді. Ол жерде Корич оны өмірінде таба алмас еді. Это хвост называется? Алыстағы тайпа тіпті қолдары жартылай жүзгіш болса да, орман тұрғындарының тілінде ыңғайлы сөйлейді. Отбасы бейтаныс ауылға келген бойда олар үшін керемет үй бірден табылды. Ол үй жай ғана бос тұрды. Кім білер, қандай тайпадан қандай қашқындар келетінін. Міне жаңа ыңғайлы орманнан шыққан Навидің бәрі су астында анық көретін көздер бар. Жоқ, линзаларға тамшыларды салуды ұмытпаңыз. Цирейдің шашы судың бетіне шыққаннан кейін 10 секундтың ішінде кебеді. Барлық орман навилері тынысын ұзақ ұстай алмайды, ал Кири жергілікті тұрғындардан кем емес, өйткені оның өкпесі басқаша орналасқан.
Где бы он ни был, разыщем. Не үшін Джейк партизан командирі ретінде қауіпті, бірақ ол соғысты тастап қашып кеткен. Неліктен ол оны бүкіл планетадан іздеп, стратегиялық маңызды техниканы пайдаланып, ауылдарды өртеп, арал тұрғындарын азаптайды. Мұның өз мағынасыз болып қана қоймайды, сонымен бірге адамдар бұрын зиянсыз жергілікті тұрғындарды осы процесте өздерінің өлімші жауларына айналдырады. Quaritch шынымен де Джейк пен Нейтериден өлімі үшін кек алғысы келетінін анық. Бірақ ол бұл тапсырманы өзінің қалауымен емес, команданың мағынасыз бұйрығымен орындайды. Быстрее, слабаки, не отставать! Өйткені адам тіпті жасөспірім Навиге сонымен бірге морпехтерге, сонымен қатар ересектерге қарағанда тезірек және төзімді болуы мүмкін. Барлығы кейіпкерді өлді деп ойлады, бірақ іс жүзінде ондай ештеңе жоқ. Экрандар мұны нейрондық байланыс арқылы бірден түсініп, шабандоздарды жақын маңдағы жартастарға соғу керек емес пе? Суға батырылған кезде қабық айналады, бірақ жарты минуттан кейін ол тіпті айналуды да ойламайды. Бұл ағалардың жергілікті бұзақылармен күресуіне барабар реакциясы. Ступай, извинись перед ним. Ей, Джейк, сәлі бір-біріне таудай тұрушы. Сол логикамен қарындасын қорғаған ұлынды мақтауын керек емес пе едің? Ескі тот басқан гарпунды жалаңаш қолмен бөлшектеуге болады. Жарайды, бұл планетада бір-бірімен сөйлесе алатын ақылды киттер бар. Олар аралдардың қимылдарын тілін біледі. Бірақ Лоук себепсіз олардың біреуін түсіне бастады ма? Ол оны бірінші рет көрді ғой. Оның шырылдауы нені білдіретінін қайдан біледі? Неліктен Кири ағаш рухтарымен бірігіп, ұстамаға түсіп, комаға түсіп кете жаздады? Бұл тағы 10 жыл бойы жұмбақ болып қала береді. Джейкті іздеп жүрген Quaritch алдымен Аматикай тайпасына барып, ондағы барлық адамдарды азаптап, бәрін өртеп жіберу керек еді. Бірақ қандай да бір себептермен бұл оның ойына да келмеді. У нас нормы добычи. Кім сендерден қандай да бір өндіріс стандарттары бойынша міндеттемелерден лезде босататын ерекше жұмысқа тартылған кезде өндіріс жайлы кім сұрайды? Quaritch мемлекеттік қызметте емес, жеке қарақшы деп ойлауыңыз мүмкін. Эволюция тұрғысынан алғанда толқынның аузындағы жүйкелік байланыс құралы мүлдем мағынасы жоқ. Неге ол жерде өсті? Қандай да бір тіршілік иесі үшін табиғаттан тыс нәрсе, онымен қосылу үшін алып жыртқыштың аузына терең жүзіп өтуіңіз керек. Қалай қарасаңыз да бұл нәрсе сыртта болу керек. Лоуак Паяканың тайпадан шығарылғанын біледі. Себебі оның туыстары ол ұйымдастырған кит аулаушыларға шабуыл кезінде қайтыс болды. Бірақ бұл туралы барлық Нави білсе, онда Аонунг неге Паякан бәрін өзі өлтірді деп айтты. Егер бұл шындыққа жақын болмаса. Он убивал Нави и других толкунов. Сонымен қатар адамдар бір ғана толқынды қоспағанда табындағы барлық толқындарды өлтіріп үлгерсе, ақтық сында тура бір толқын өз денсаулығына еш зиян келтірмесен, адамдарды тартылған етке айналдырғаны таңғаларлық. Ақылды толқындар олардың жанында жүзіп бара жатқан қайықтарды суға батыруға да тырыспайды, бірақ олар мұны бір жеңіл қозғалыспен жасай алады. У них есть музыка, философия. Сен мұның бәрін олардың миы үлкен екендігінен шығардың ба? Әлде олар саған философиялық тақырыптар бойынша сөйлесуге келді ме? Толқындарда мұның бәрі және математика бар екенін қайдан білесің? Несколько унций самого драгоценного вещества в нашем мире. Бірінші фильмнің сюжеті анатониумның айналасында болды. Оның орнына мүлде басқа нәрсен пайдасына сценарийді өзгертті. Өліп бара жатқан жер адамдардың бірінші міндеті Пандораға қоныс аудару және оны өмір сүруге жарамды ету болып табылатын анаптониум қажет. Адамдарға өлместік беретін суспензия емес. Айтпақшы, адамдар жергілікті киттердің денелерінде мұндай ерекше құнды зат бар екен қайдан біледі? Егер олар Пандорада бір ғана қазба түрін тапса, сюжет бойынша қайғылы нәрсе болған кезде ауа райы сәйкес келу үшін бәрін салады. Сондай-ақ классикалық кино кездейсоқтық. Бәрінің ішінде бұл кездейсоқ кит аулаушылардың құрбаны болған тайпа көсемнің әйелінің рухани әпкесі болды. Басқыншылармен қаһарлы ашулы күрескерден қиыншылыққа толы және жеңіске жеткен Джейк Салли бір қалыпты сақ түріне айналды. Бүкіл фильм бойы қашып қалғандарын дәл сол нәрсені істеуге сендіруде. Подождите! Дұрыс, Кири. Біреу қауіпті жерге бет алған кезде шұғыл түрде жүзіп баланы ұмытпауың керек. Әрине, тек Паяканға жеткен кезде оны кит аулаушылар белгілеп қойған, және дәл осы сәтте олар бұрыштан салтанатты түрде шығады. Тіпті Quaritch өзі мұнда кездейсоқтықтан таң қалды. Ешкімді тормен ұстап көрмеген кит аулаушылардың арсеналында әрине ерекше тор бар. Мәссаған экрандар су астында жүзе алады екен. Автоматтан қайыққа оқпен тисең болғаны ол бірден отты шарға айналады. Ал апат кезінде бәрі бірдей, ешқандай соқтығыз жарылыссыз өтпейді. Клише, басты зұлымға оқ атқанда бәрі жанынан өтіп кетеді, ал оқтар бірден бітеді. Құдай сақтасын, өлтіріп алмайық. Режиссер Титаниктің көріністерін дәл көшіруге қарсы тұра алмады. Тіпті қиғаш интерьерді су басып,
және дәліздерді аралап шығу жолын іздеп жүріне дейін. Алыс болашақта кит аулаушылары кенеттен бір нәрсені ұстап алса, зеңбіректен кабельді ажыратып атудың қарапайым механизмі жоқ. Меткайны руы жердегілермен шайқасқа түсіп, шайқасып түсініксіз жоғалып кетті. Джейкті Нейтеримен бірге балаларды өз бетінше құтқаруға қалдырып, ол жерде көшбасшының қызы тұтқыннан құтқарылғаннан кейін олар жоғалып кетті. Нағыз дос сияқты әрекет етті. Үлкен рахмет. Қатты жараланған кейіпкер міндетті түрде кейіпкерлердің қолында күрт өлуі керек. Не стрелять! Неге атпау керек? Шайқас алдында сендер арал тұрғындарын сендерге бірден шабуыл жасамау үшін мұны істемедіңдер. Енді сендерге не кедергі болып тұр? Олар прицелге бірден түскен жағдайда олардың бәрін атып тастауларын керек еді. Твой сын мог и не умирать. Куорич Джейктің ұлын өлтіргенін қайдан біледі? Ол оған оқ тигенін және не өлімге әкелгенін де білмейді. Обратно! Сәлем фильмдегі ең ақ мақсат. Жаратылыстар бүкіл сюжет бойы су астында тез ырылдап өтіп кетеді. Содан кейін барлығы бір сияқты су астынан аздап сүңгу қабілетін жоғалтты. Мүмкін тағы бірнеше жыл сюжет туралы ойлану керек еді. Біз құтқару миссиясына баруымыз керек болған кезде жақын қашықтықта тамаша тыныс алу аппараты қасымызда пайда болады. Өрмекші Куоричті құтқару біртүрлі көрінеді, өйткені ол оған мүлдем бөтен және бүкіл фильм жергілікті тұрғындарды азаптау мен өлтіруден басқа ештеңе жасамады. Иә, ол оны Нейтериден құтқарды, бірақ бұл оның Джейктің және оның бүкіл отбасын өлтіретін жоққа шығарады ма? Иә, оны құтқару жақындарыңызды өз қолдарыңызбен өлтірумен бірдей. Бұл жігіт әдетте бүкіл серия үшін геморройдың бәрін жасағанын түсінеді ме? Және Навидің ғажайып физиологиясы. Олар толығымен суға батып кете жаздаған бойда, олардың өкпесі суға толтырылып, су астында қанша жатқанын ешкім білмейді. Бірақ оларды суырып алған бойда бірден есін жиып, ештеңе болмағандай тыныс алады. Тут я выследил. Как ты научил? Фильмнің басында НТМ дәл осы сәтте мүлдем басқа фразаны айтты. С одного выстрела. Как ты научил? Здесь наша крепость. Здесь мы примем бой. Егер адамзаттың өліп жатқан жерінен көшуден басқа амал жоқ екенін еске алсақ, сен осы сөздермен өз өлім жазасына қол қойдың. Бұл фильмнің мұндай қарапайым сюжеті үшін 3 сағаттан астам уақыт созылуына немесе көрерменді оның шығуына 13 жыл күтуге мәжбүрлеуіне ешқандай себеп жоқ еді. А трупы там есть?